Ей, Ернар, О, класстас. ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жақсы, өзің қалайсың? Машалла, көріспегелі көп болыпты ғой. 10 жылдай болған бар. 10 жыл? Иә. Мектеп бітіргенімізге де 10 жыл болып қалыпты ғой, Иә. Класстастарымызбен 10 жылдықта кездесіп, бұрынғыны еске алмадық па? Субханалла. Жахил кездерімізді есіңе аласың? Қайта, ең қызық сәттер сол кездер емес пе? Кімнің қалай өзгерген, кімнің қандай болған деген сияқты, Көріп қалам кейбіреулерін. Бәрі де бейнамаздар. Сондықтан да араласпаймын. Бейнамаз болса ше. Қайта солармен араласып, намаз оқып үйретпейсің бе? Айттым, түсінбейді. Түсінбесе, уақыты келгенде түсінеді. Дінде зорлық жоқ, оны өзің де білесің. Намаз болмаса, ол адам мұсылман емес қой. Қалай? Кімде-кімнің намазы болмаса, ол адамның иманы жоқ деген хадисті білесің бе? Міне проблема, класстас. Сен тіке түсініп тұрсың ғой бұл хадисті. Негізі кімде-кімнің намазы болмаса, оның иманы толық емес деген. Яғни басқа хадисте кімде-кім «Ла илаха илlallah, Мұхаммед Расулалла» десе, ол жәннатқа кіреді деген. Яғни адам Аллаға, оның пайғамбарларына, бізге түсірген кітаптарына, періштелеріне, өлімнен кейін өмірі барына, өлгеннен кейін Аллаға есеп беретінімізге, осыларға сенсе, ол мұсылман деген. Ал намаз ше? Намаз оқымаған күнәсі үшін бөлек сұралатын болады. Ал сен мына хадисті білесің бе? Суыңды көршінің егіндігіне жіберме деген. Жоқ. Қалай түсініп тұрсың ба? Көршіге қайта көмектесу керек емес пе? Бұл хадистің мағынасы көрші әйелге көз салма, зина жасама деген. Қалай сонда? Зина деп әйел туралы айтып тұрған жоқ қой? Құранда Аллах тағаламыз айтады: сендердің әйелдерің, ол сендердің егіндіктерің деген. Яғни бойыңдағы суыңды басқа егіндікке жіберме деген. Бұл жерде зина жасама деген сөзді бізге көркем түрде жеткізіп тұр. Міне класстас, бір хадисті алып, оны тіке түсініп, бірден үкім шығару болмайды ғой. Досым, солай дейсің. Иә. Жүр онда бір жерге барып шай ішіп қайтайық. Жақсы.